Улуу күнү карсанында Улуу Тау ауданынын орталык алаңында Наурыз мейрамына арналган мерекелик концерттик багдарлама өттү. Казактын улуттук анкелери орундалып, салт-дастурлары көрүнүс тапкан шарага жиналган халыктын карасы калың болду. Жырчылыкта алгашкы болуп аудан акими Ануар Умаров куттуктап, жылдын табысты болуун тиледи. Тойлануу тарихы 5000 жылдан асып турган жалпы адамзат баласына ортак кундулук болуп саналып, осындай деңгейге жеткен мереке көп емес қой. Әз Наурыз деп ат беріп, түбі бір түгел түркі жұрты Наурыз келген кезде қуанып, бір-бірімен көрісе қауышып, тек қана бір-біріне жақсылық тілеп, жаңа жылдан тек қана жақсылықты үміт етіп, тойлап келе жатырмыз. Осы Әз Наурызда көктемнің сондай жайма шуағы өңірімізге жетпесе де, ол біздің көңілімізде жайнап тұр. Қай уақытта бір-бірімізге жақсылық тілеп, жасампаз жұмыстардың басында жұмылып бірігіп, алға қарай дами берейік, өркендей берейік. Аймақ халқына тек қана жақсылық тілеймін, тойымыз тойғаласа берсін. Концерттик багдарламадан бөлек ак канатты кийиз үйлөрдүн ичинде көп балалы жаныялар мен аз камтылган отбасыларга арналып арнайы ак дастархан жайылды. Сондай ак орталык алаңда тургундар мен конактар палау және Наурыз мейрамынын дәстүрлүү тагамы Наурыз көжеден дәм татты. Құлайым күздей берсең күздей бер. Құлайым құслай бер. Ой, балаларым, халқым аман болыңдар, халқым. Улуу Таудун Наурызында улуттук дәстүрүмүз дарыптелип, спорттук оюндар насихатталды. Дәстүргө сай аланда кол күрөсү, асык атуу, казакша күрөс секилди спорттук оюн түрлөрүнөн жарыс өттү. Дайындал, баста! Мерейлі мерекеде қазақтың ұлттық ойындары да ұмыт қалмады. Арнайы аланда аударыспақ және тай жарысынан дүбірлі дода өткізілді. Тай жарысқа аттың жалында ойнайтын ұлытаулық 12 шабандоз қатысты. Таң сәріден басталған мерекелік шара күнұясы батқанша жалғасты. Ұлытаулықтар ұлыстың ұлы күнін осылайша шат-шадыман көңіл күймен қарсы алды. Диана Абдықалықова, Біржан Сағынды, Қарнайы ақшам жаңалықтар үшін.